Ассалаумағалейкум достар. Бүгін 6 мамыр 2021 жыл. Алла қаласа огурцтың бәрі теруге дайын тұр. Шүкір, өнім жақсы. Бұйырған алып жатырық. На Инстаграмда, Фейсбукта, Ютубта комментарий жазып жатсыздар. Айып етпеңіздер, комментарийлеріңізге қол тимей жауап бере алмай қалып жүрмін. Мына жігіт жауап бермейді екен деп бір ренжіп жүрмеңіздер. Менің бұл теплицадан да басқа шаруаларым көп. Яқта полияда ойқада огурцы еккенмін. Сол жақта қарап, сол жақтан қолым тимей жатыр. Жалпы мына жерде 200 түп қана қияр бар. Енді бұл жерге есік алама сыйғаны осы ғана болды теплицамның. Құдай қаласа бұдан да үлкейтіп саламыз. Бірақ 200 түп қиярдың өзінен осындай өнім жинап жатырмын. Жаман емес, Аллаға шүкір, жақсы бәрі. Бұл сорт Северин деген сорт. Жалпы өзін жақсы көрсетіп жатыр. Былтырда жақсы көрсеткен күздік оборотта. Міне осындай қара жасыл шотыр сондай гүлімен жақсы өнім беріп жатыр. Жалпы жылыжаймен айналысқан дұрыс. Сырттағы егіншіліктен қарағанда, егер жерлеріңіз болмаса, мысалы жағдайыңыз болмаса, сырттағы жерге егін егуге осындай бір есік алдан кішігірім жылыжай салып, осылай мол өнім алуға болады. Ештеңесі жоқ, қарапайым түрде жақсылап күтім